Қалайсыз, қалыңыз қалай? Қазір CapCut'та жасалатын ең оңай және күшті туториал көрсетемін. Вот мына видео. Өзіне қойылған Reels'тағы видеоны YouTube авторские права деп мына жақтан мен алып тастауыма тура келді. Сондықтан звуксыз видео. Осындай видео жасау үшін алдымен клиентіңізге айтасыз, немесе өзіңіз түсіресіз. Яғни қолыңызға ұстап тұрып, затты жерге немесе бір нәрсені үстіне түсіресіз. И соны осылай 2-3 минуттық видеоменен түсіріп алып, барлығын CapCut'та жинайтын боласыз. Яғни галереяға кіріп, создайте проект деп осылай барлығын белгілеп аласыз да CapCut'ыңызға алып келіп қоясыз. Добавить дейсіз. Мен қарасаңыз, мына видео міне плейді басамын. Сол кезде қолына ұстап тұрады да и жерге тастайды. Мында егерде горизонтальный тұратын болса, оны вертикально, яғни Reels'тің форматыменен осылай екі жағынан ұстап тұрып бұрасаңыз, өзі видео бұралады. Сөйтіп размерларын бәрін келтіріп аласыз. Яғни аяқта бүкіл видеоны қарасаңыз, тоже қолына ақырын бір секундтай ұстап тұрады да тастайды. Ретретін қою үшін осылай керекті видеоңыздың үстін басасыз да и тартсаңыз оңға солға, яғни орындарымен ауысады бұл видеолар осылай. Так, осылай реттестіріп аласыз. И бұл жерде қазір сіздерге мен качествосын қалай көтеру керек, жалпы қалай жасалу керектігін мен сіздерге көрсетемін. Орналастырып болғаннан кейін обязательно концовкасын алып тастайсыз, яғни концовкасы ол CapCut'тың водяной знагы. Соны астында удалить деп өшіресіз. И вот бірінші нені белгілейсіз видеоны, потом астында инструменттерден оңға қаратай жылжытсаңыз, вот обратная перемотка деген бар. Вот, обратная перемотка. Сол кезде видео керісінше, яғни қолға ұшып келетқан сияқты болады. Потом әрқайсысын осылай жасап шығасыздар. И жаңа бірінші видеода сіздер скоростін қойып алсаңыздар болады. Астынан екінші тұр скорость нормально и 0,5-ге түсіріп аласыздар кішкене. И астында сделать плавнее дегенді бассаңыздар, кішкене жайырақ и әдемі қозғалатын болады. Вот. И керек емес жерлерін қысқартып, мына екі жағынан бүйтіп тартсаңыздар, яғни қысқарады. Керек емес жерін осылай алып тастайсыздар. И барлығына осылай істеп шығасыздар. Келесі видеоны тоже солай үстін басасыздар. Оңға қаратай жылжытсаңыздар, обратная перемотка деген бар. Соның үстін басасыздар и екінші скоростін азайтасыздар. Скоростьқа барғаннан кейін жаңағында 0,5, барлығында бірдей болу нормальный, и 0,5 сделать плавнее дейсіз, и птичканы қоясыз. Болды, керек емес жерлерін алып тастайсыздар, қиып отырасыздар. Барлығына қойып шыққаннан кейін осылай бір қарап шығайық. Вот. Байқап отырсаңыздар, кейбір видеоның дауыстары бар, яғни
сыртқы дауыстар бар. Сол үшін видеоның үстін басасыздар да громкость дегенге барып, осыны нөлге түсіріп тастайсыздар. Сол кезде видеоның дауысы болмайды. Видеоны сақтамас бұрын заставкасын жасап алсаңыздар, яғни жіберген кезде WhatsApp-пенен ана жақта использовать шаблон немесе выбрать из видео деп осылай әдемі тұрған бір фон ретінде, яғни бетінде тұрады. Сақтаған кезде вот қарасаңыз осылай сақталады, и осылай WhatsApp-пен де басқамен де жіберсеңіздер дәл осылай сақталып тұратын болады. Видеоның сапасын арттыру үшін осылай видеоңыздың үстін басасыз, астында оң жаққа тартсаңыз настроить деген бар. Сол бойынша кішкене насыщенностьін арттырып, резкость қосып, экспозициясын қосып, кішкене мынау HSL деген бар. Сояқтан насыщенностьін арттырсаңыз, кішкене видеоңыз қанық, әрі сапасы өте жақсы болады. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіз. Қош сау болыңыздар. Рахмет назарларыңызға.